TikToktан тауып келген тағы бір клиентім. Алдында мен сіздерге прямой эфирға шығам деген болатынмын, бірақ ученицамыз екеуміз кішкене кеш кездесіп қалдық та, TikTok жайында қалды, ұмытылып кетті. Ал қазір мен сіздерге толық маникюрді көрсетіп шығамын. Бірінші снятие жасап алуымыз керек. Снятие жасаған фреза, твердосплав, кукурузная форма, көк жолақты. Одан кейін тағы да көк жолақты пламя фрезасы 21 номер алсаңыздар болады, 23 номер алсаңыздар болады. Тупой наконечник жақсылап терегейін алып, кутикуласын көтеріп алғаннан кейін щеткалап, крафт пакеттен кусачкамызды шығарып, дезинфицировать етілген, сөйтіп кутикуласын тазалап шығамыз. Кутикуласын тазалап шыққаннан кейін тырнақтың бетін, ногтевой пластинаны жақсылап обезжиривать етеміз. Ол бізді шаңнан құтқарады, майдан құтқарады, в общем, тырнақтың бетін обезжиривать етіп шығады. Одан кейін бірінші слой мен негізі база жағып алдым да, кептіріп алдық. Одан кейін екінші слой тағы база жағып, уже выравнивание, укрепление істеп шықтық. Соңында дизайн істедім, бірақ